Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Бауырсақ ТВ. Бүгін сіздермен өте оңай, қолдағы бар затпен жасалатын пирогтың рецептімен бөліскім келіп отыр. Өте дәмді және бір жасағаннан шығатын рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіз. Ең алдымен бөлме температурасында еріп тұрған 180 грамм сары майымызды немесе маргаринімізді салып аламыз. Үстіне 300 грамм қантымызды, 2 жұмыртқаны жарып араластырамыз. Барлық қажетті затты видеоның астына толық жазып кетемін. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыз. Үстінен 2 шай қасық қопсытқыш және 450 грамм ұнымызды азаздан қосып отырып, қамырын илеп аламыз. Қамырымызды көп мұжғылап, илемейміз. Ұнның мөлшері көбірек не азырақ болуы мүмкін. Ол сіздің жұмыртқаңыздың көлеміне және ұнның сапасына байланысты болады. Барлығы бір-біріне қосылған соң 2 бөлікке бөліп алатын боламыз. Видеоны арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Менде қамырым толық бірікті. Көз мөлшермен 3 бөлікке бөлемін. 3-тен 2 бөлігін, яғни үлкенірек жағын астына жаятын боламыз. Оны тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Ал 3-тен 1 бөлігін, яғни кішкентай бөлігін үккіштен өткізіп, бетіне себетін боламыз. Ол үшін мұздатқышқа салып қатырып алуымыз қажет. Ыңғайлы болу үшін кішкентай бөлігін осылай ұсақ-ұсақ етіп қатырып алдым. 3-тен 1 бөлігі мұздатқышта тұрған уақытта үлкен бөлігін тоңазытқыштан алып жайып аламыз. Қамырымыз жабысып, формасын жоғалтпас үшін бірден пергамент қағазына жайып алдым. Қалыңдығын 3-5 мм етіп, өзіңіз ұнайтын пішінде домалақ не төртбұрыш етіп жайып алсаңыз болады. Мендегі пешімнің табағы төртбұрыш болғандықтан төртбұрыш пішінді етіп жайдым. Салмасына кез келген өзіңізге ұнайтын джем, повидло сияқты немесе қою тосап варенье болса, соны жағуыңызға болады. Шетінен бастап бір келкетіп жағып аламыз. Енді үстіне мұздатқышқа қатырып алған қамырымызды үккіштен өткізіп, бір келкетіп сеуіп шығамыз. Бірден пирогтың үстіне үккіштен өткізген дұрыс, өйткені ыдысқа үккіштен өткізіп алатын болсаңыз, езіліп, бір-біріне жабысып қалуы мүмкін, нанның бетіне жаю қиын болады. Барлық жеріне бір келкетіп жайып алдық. Енді 180 градус қызып тұрған пешімізде 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Менің пешімде 20 минутта дайын болды. Бұл пирогтың ерекшелігі, қамырын илеп қойып, мұздатқышқа сақтасаңыз болады. Кез келген асыққан уақытта алып шығып жасай бересіз. Сіздер де әзірлеп көріңіздер, өте дәмді ас болсын.